Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай орама, нан немесе ханым қазанда дайын болатын ас дайындаймыз. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен заттарымызды дайындап аламыз. Менде болгар бұрышы, жасылы, қызылы, олар турап аламыз. Одан кейін пиязымызды турап аламыз. Келесі сәбізімізді ірілеу етіп турап аламыз. Және картоплымызды ірі қылып турап аламыз. Міне дайын болды, барлығын турап алдық. Енді келесі қамырымызды илеп аламыз. 2 бокал ұн салып, және тұзымызды саламыз. 2 шай қасық тұзымызды салып, 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырды илейміз. Жылы суды қосамыз. Менде қамыры көп болғандықтан сіздер аз өздеріңіздің отбасыларыңызға аз қылып жасасаңыздар болады. Міне қамырымды илеп болдым. Енді целлофанный пакетке салып, жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Демалдырып, содан кейін қамырымызды жаямыз. Қамырымыз міне дайын болды, демалып болды. Енді жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Міне қамырымды жайып болдым. Менде қамырым өте үлкен болды. Осылай бөлікке бөліп, ортасына фаршымызды салып, өздеріңіз кез келген фаршты салсаңыздар болады. Менде сиыр еті мен тұз, пияз қосылған фарш. Осылай фаршты салып болған соң қамырымызды домалақтап, осылай кесіп аламыз. Енді келесі қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, алдымен пиязды қуырып аламыз, жақсылап. Содан соң сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Келесі болгар бұрышын саламыз, және томат саламыз. Оны да жақсылап қуырып, бетін жауып қоямыз қазанның. Жақсылап қуырылып болған соң, мен укроп салдым. Тағы да бір рет араластырып аламыз. Келесі дәміне қарай тұз, бұрышын салып алып, тағы бір рет араластырамыз. Келесі бізде енді картоплымызды саламыз. Картоплымыздың барлығын осылай салып, жақсылап араластырып аламыз. Және бұқтырып қойып, шамалдан кейін 2 пиала су құйып, лавровый жапырақтарын саламыз. Және келесі бетіне орамаларымызды, қамырымызды фаршпен саламыз. Осылай 40-45 минут піседі. Міне асымыз дайын болды. Кешкі асқа жасаңыздар, өте оңай әрі дәмді ас. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.